Елдегі эпидахуалға тоқталсақ, бір тәулікте 257 адамнан коронавирус инфекциясы анықталды. Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер, қал жағдайларыңыз жақсы ма, денсаулықтарыңыз аман ба? Жаңалықтарын айтып отыр ғой, ауру көбейіп кетті, күшейіп кетті деп. Соның бір шеті бізге де келді ме? 2 күндей уақыт ауырып, температура көтеріліп, бүкіл дене мүше қақсап, бір ащы жөтел болады. Жөтел біразға дейін кетпей, бүкіл себептерін жасап, арқаға банка басып, шайға құйрықты майын қосып ішіп, алаң қалауымен жазылдық. Бүгін міне 30 декабрь, қыстың бірінші айда аяқталды. Бұқаларды байлағалы бір ай болып қалды. Қазір 4 жаудан жеп жатыр. Аппетиттар орташа. Бірақ 2 бұқа болды арасында. 2 күн ба 3 күн ба жемей қойды мүлдем. Тәбеттер болмай, аппетиттар болмай жемей қойды. Олардың дозасын азайтып, жайлап, қайттан жей бастады. Қазір жақсы жеп жатыр. Мына жерге осындай орын жасап, осылай тайға бір жем беріп бастадық. Туылғанда нашар туылған. Алдыңғы жыл жабаға кезінде құлақ қалады, тұра алмай қалады, көтерем болған сондай. Бұған да осылай жем беріп бастадық. Бұны да көретін боламыз. Мен негізі жем тартып атқам, соны көрсетіп жіберейін сіздерге. Мен осындай дробилка. Кішігірім. Кішкентай болса да жақсы тартып қояды негізі. Почти 10 ғой. Жақсы тартады. Мына жерде ашатыны бар. Жай жинап отырамыз.